Ал енді бүгін біз уже оқуды білеміз, соған кішкене жаттығу болсын, және сөздерді жаттауға да бізге кішкене мотивация болсын деп мұнда сөйлемдерді талқылаймыз. Қалай оқылады, біз алдында уже оқуды, бәрін ударение қалай қойылады, соның бәрін білеміз. Сол үшін кеттік. Бірінші мына жерден бастап айтайық, қазір ручка қаламды алып алайын. Мына жерден бастаймыз. Ал енді оқиық. 2 masa ve 3 sandalye getir. Bir silgi ver. Ekmek kes. Бұл деген 2 санауда біздегі 2 сияқты, 2 masa. Masa дегеніміз не еді? Бұл стол еді. 2 parti сияқты. Ve 3 sandalye. Bir stol. Stулья. Yani орындық. 2 stol және 3 орындық. Getir деген әкел деген сөз. Әкел. Bir silgi ver. Bir silgi деген сөзді білеміз. Тряпка еді, тряпка. Ver деген vermek, ber деген сөз. Ekmek kes. Nan, ekmek деген. Nan. Kes деген kesу. Nanды kes. Астына кетейік. Мұнда soğuk su iç. Yumuşak генің қалай оқылуын көрдіңіз, Г оқылмайды. Анана о дегені. Soğuk su iç. Üzüm ye. Üzüm ye. 2 sıra bul ve getir. Soğuk, su iç. Жүзім, je. Жеу деген сөз. Je. Яғни бұйырып тұр. Біз кейін өтеміз. Бұл емек деген сөз. 2 sıra. Sıra деген біз парта деп те аударып еді ғой, скамейка, яғни отыратын. Бұл орындық. Ve getir. Бұл деген bulmak, tap. Ve getir. Getir деген не еді жоғарыда? Әкел. Әкел, алып кел. Астында тағы да yumuşak. Оқылама. Қалай оқимыз? İğne al ve düğme dik. İğne кәдімгі қазақшадағы алу, iğne al ve және düğme қандай сөзге ұқсап тұр? Tüyme dik. Тігу. Bizde tık. İşte top. Git oyna. İşte. Әне деген сөз ғой. Әне. Доп. Бар. Git деген, яғни кет. Бар деген сөз ғой, git. Oyna. Bir, сөйлемнің жалғасы мына жақта. Bir değnek bul ve sopa yap. Yani bir değnek, tahtı, palka, tap, sopa yap, ukaska. Aslında переводта бар. Sopa yap, ukaska yap деген yapmak деген сөзден жаса. Kitap aç, oku. Kitap aç, oku. İşte kara tahta ve tebeşir. Bir tepe veya dağ çiz. Әне, kara. Tahta, kara tahta деген енді kara tahta екеуі бірге. Kara деген негізі қара деген те білдіреді. Әне tahta. Және tebeşir деген не еді? Бұл мел. Bor деп айтамыз біз. Tahta. Bir tepe veya деген немесе ve деп те атайды. Және деген сөз. Tepe деген төбе деген ғой. Төбешік, сондай бір
төбешік, төбешіктер. Не дейтін еді ондай? Төбешік. Да дегеніміз ол тау. Таудың етегінде төбешіктер болады ғой. Чиз деген, чизмек деген. Сыз, сурет сал дегендей. Сызу, сурет салу. Жетвел тут ve çiz. Жетвел тут. Жетвел деген білесіз, линейка. Тут дегеніміз ұстау. Ve деген және. Çiz деген ұстап, сыз дейді. Енді астына İşte defter, мына жақта. İşte, әне деген сөз. İşte, әне. Әне дәптер. Міне немесе İşte, міне деген. Әне, міне дегенді білдіреді айтпақшы. Міне дәптер. Дәптер ve kalem. Mektup yaz. Хат жаз. Doğru yaz. Дұрыс жаз. Дұрыс деген сөз. Дұрыстап жаз деп айтамыз ғой. Дұрыстап жаз. Tütün al. Sigara sar. Ve iç. Енді бұл сөйлем қызық болып тұр енді. Енді түтін деген сигара түсініп тұрсыздар ғой, уже сигарет. Сар деген, сармак деген орау. Ve iç деген сигараны içiyorlar. Мұнда темекіні шекпейді, темекіні ішет. Сондай мағынасы, яғни түтін ал, жаңағыны орап, шек деп тұр. İşte değnek, işte top, al vur. İşte değnek, міне палка, değnek дегеніміз төбеде еді ғой, палка. Міне палка. Яғни тақтаймын. Міне доп. Al vur. Vur деген ұру, яғни vurmak. Para bul. Para деген бәріміз білетін сөз. Ақша. Para. Pul деп айтамыз ғой. Ақша. Ақша bul. Ақша тап. Және güzel bir gömlek al. Güzel білеміз. Әдемі бір көйлек, немесе рубашка. Rubашka al. Git tuz ve 2 kilo turp al. Turp degenimiz rediska. Бар дейді. Бар. Tuz және 2 kilogram rediska al. Aslında İşte güzel bir ördek. Çorba yap. Ördek degenimiz бұл үйрек. Міне, өте жақсы, өте жақсы үйрек. Сорпа жаса. Çorba, sorpa. Öğretmen bul. Ve Türkçe öğren. Мұғалім немесе оқытушы. Tap, мұғалім tap және Türkçe öğren. Так, aslında ne deydi? 3 kurşun kalem. Kurşun kalem. Kurşun kalem degеннен не ғой, өзіміздің ручка ғой. 3 ручка. Aç. Заточки карандаша дейді. Заточи. Kurşun kalem aç. Бұл не екен ғой? Не дейтін еді оны? Простой карандаш дейтін бедік біз. Kurşun kalem aç дейді ғой. Аш десе, онда бізден ал. Ручка емес, карандаш. 3 doğru söz bul. Ve söyle. 3 дұрыс сөз тап. Және söyle. Tırnak aç ve yaz. Tırnak деген, tırnakша. Біз tırnakша деп айтамыз олар. Tırnak. 3 tırnak aç. Tırnak aç ve yaz. Және жаз. Осылайша, мына астында жаңа сөздер беріп қойған. Осы бойынша біз алдыңғы кітап бойынша да өтіп жатқан әрбір сөзді
өзіңізге осылай жазып қойсаңыз болады. Бірақ мен сөздік жазғанда бірінші өз тілімде жазам, сосын аударма жазам. Керек болса, сіздерге сөйлемдерді кішкене қалдырып қояйын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.